біздің мемлекетте бұл салада ақсап жатқан тұстары енді қалай десем болады, сплошь рядом ғой, енді орысша айтқанда прям көрініп тұр ғой. Мысалы қараңыз, банк сіздің атыңыздан онлайн кредит, ол енді жетістік. Осы жерде отырып Америкамен сөйлесіп іс әрекетін жүргізесіз, бизнес, ол жақсы. Бірақ екінші жағы бар, қорғаныс қабілеті. Бұл қылмыстық ақпараттық жүйеде болады. Бұны кез келген тергеуші істей алмайды. Ақпараттық жүйе, білесіз ғой, информационный система. Это айтишник керек. Айтишник академияда оқытпайды. Біздің полиция, біз қазір барып жатырмыз ауылдан, мен мынау мәселені тоқтатып қойғам, енді басқа өзім құрылысшымын, сонымен айналысам десем, жақ анеке өйтіп жер, бүйтіп жер. Енді игнорировать еткенде Құдайдан да қорқасың. Себебі маған әйтеуір бірінші Алла деп айтайын, осындай кісілердің арқасында әйтеуір көмек өзім шешіп алдым басымда. Жүріп өткен жолым белгілі. Сол жолмен ғана біз істей аламыз, осы мәселені шеше аламыз. Қазір үкіметке сену мүмкін емес. Қалай мүмкін болмағанда бұл кісілер жаман деген емес. Бұларды бұл кісілердің қабылдаған заңы жоқ, мемлекеттік билік қой енді. Биліктің заң шығарушы органы